Бәріңе сәлем. Бұл шығарылымды және басқа да жобаларды Easy мобилді қосымшасынан көре аласыздар. Easy бұл сенің ойын-сауық операторың. Бір мобилді қосымшада эксклюзивті видеошоулар, подкасттар және тікелей эфирде үздік артистердің концерттерін көруге болады. Сонымен қатар радио, музыка және жүздеген фильм мен ойындарда осы қосымшада. Барлық контентті Қазақстанның кез келген жерінен көруге болады. Ал осының барлығы су тегін. Қосымшаны жүктеп, контент көру арқылы өзіңе бонус жина. Содан кейін бонустарды гигабайт немесе минуттарға ауыстыр. Қосымшаға тіркел, сәтті қаралым тілейміз. дүкен. Сәлем барлықтарыңа, бұл аниме дүкен. Сәлем. Сәлем. Бүгін бізде қонақта Жанар, баяғы жалғас екенбіз. Бүгін ерекше түсірілім болады. Эксперимент. Бүгін эксперимент жасаймыз. Күнде эксперимент жасап. Өткенде бір эксперимент жасап едік. Бүгін тағы басқа эксперимент. Бүгінгі күрделірек болатын сияқты. Сол кезде эксперименттің мағынасы біз тест сұрақтарды дайындадық. Мен жүргізуші боламын, қалған екеуі ойнайды, қонағымызбен жалғас екеуі ойнайды. Білмеймін қалай болатын енді. Бұл жерде көп командамен ойнаған дұрыс еді, бірақ та бізде подкаст болған. Кадрға екі адам сыйды. Иә, кадрымызға бәрі сыймайды, біз студиямыз кішкентай. Подкаст болғандықтан біз қаттандай несін там квиз сияқты, нелер сияқты жасамаймыз. Жарысып ойнамаймыз очкоға. Просто ойнай береміз. Мен сұрақтар қоям, тест. Содан кейін нұсқалар болады, жауаптың нұсқалары. Сол ойынға бірінші осы подкасттағы экспериментке нені бәріміз үшеумізді көрген магический битваны таңдадық. Джуджутсу Кайзен. Иә, ол ағылшыншасын айтып отыру керек. Ағылшынша емес, ол жапонша, иә? Жапонша, оригинал атау. Джуджутсу Кайзен. Оны әрең жаттағанмын. Жанар Джуджутсу Кайзен. Бәріміз айтып көрдік. Жақсы екен. Соны бастаймыз, содан кейін ары қарай талқылаймыз. Бірақ та мен мынау тестті сразу бастаған себебім бұған тоқтап қалуымыз мүмкін көп уақыт. Иә. Өйткені арасында әңгімелесеміз, күшті сұрақтар болады. Ұзақ талқыланатын аниме ғой. Иә. Джуджутсу Кайзен. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Иә. Ал Итадори. Мен аттарын айтып отырамын. Біз енді бас кейіпкерлерді бәрін танимыз. Кім танымаған сөйлесіп еске түсіре аламыз, иә? Екенесін бет-әлбетін айтып. Итадори ең бірінші бір жеңіл сұрақ. Итадори ауруханаға кім үшін келген? Басқы сериясында бірінші маусымда. Нұсқаларын айтайын ба? Жоқ. Нұсқаларын әкесі, ағасы, атасы, анасы. Атасы үшін. Атасы үшін. Себебі оның атасынан басқа ешкім болған жоқ. Солай ма? Иә. Пожалуйста. Өйстіп әңгімелесіп кетеміз. Неге? Атасы тәрбиелеген ба баланы? Солай атасы ауырып қалады, сосын ауруханада жатады, сосын атасы үнемі айтады, сен бір ұлы іс жасауың керек деп, ол үнемі сөйтіп жүреді, бірақ атасы қайтыс болады, қателеспесем, кіммен кездесерден алдын. Сол аниме барысында қайтыс болып кете ме? Иә. Басында, бірінші сериясында. Или екінші сериясында. Бірінші, басында әйтеуір. Неде сол кімге ұқсас сөз, анау Спайдерменге айтады ғой? Иә, сол айтады, ұлы күш, ұлы жауапкершілік талап етеді деген сөз бар ғой. Тура, иә. Дәл сол сияқты анау кімге де Итадориға да атасы сөйтіп өсиет береді. Бірақ та баяғы сол несін зерттеу керек, манга қашан шықты, аның комикс қашан шықты деген. Оны жарыспай-ақ қояйық, әйтеуір екеуі ұқсас, екеуі де мықты. Екінші сұрақ, кім ең күштісі деген? Бұл білеміз. Кім ал? Сатору Годжи? Годжи ма? Бұл жерде нұсқалар бар екен. Юто деген естеріңде бар ма? Сосын Итадори, Мегуми, Масамичи деген бар. Мегуми емес. Годжи ғой. Годжи ма? Мегуми кейін болып кетпей ме? Мүмкін ондай нұсқалар бар, бірақ менің ойымша Годжудың күшін әлі көрген жоқпыз біз. Годжудың да әлі күшін. Оны соңғы сезонда оны қамап қойды бүйтіп. Оның ішінде демалып жатады, ал енді өздерің бірдеңе істеп алып. Айтпақшы, аналар бәрі қорқады, Годжи. Сол қорққандықтан қамап қойды ғой. Годжи. Бұл жерде нұсқа Годжи деп тұр. Просто мен әңгіме болсын деп неткен. Итадоридің ең басынан болған күші қандай дейді? Ең басында. Білем. Мен нұсқалары бар екен, басында күш болмады. Адамға тән емес күш бар. Сосын жылдамдық, сосын телепортация. Айтасың. Ода жылдамдық деген. Физический сила дейді ғой. Жоқ, мен жерде
Жоқ, оның Жылдамдық. адамның мүмкіндігінен артық Иә. күш болған жоқ онда. Ондай жоқ, болған жоқ. А мына жерде нұсқада Физически. адамға тән емес күш болды дейді. Жоқ. Наоборот, күші көп болды. Ну, физикалық күші болды, иә. Иә, Өте Иә, күшті болды. басқалардан мықтырақ болды. иә, басқа адам, Физически. жай адамдардан мықты күш болды. Ол Физикалық. төбелесіп жүрді, әркімді ұрып Иә. жүрді, біреу ұнамай қалса ұрып кететін де. Тез жүгіретін еще. Иә, тез жүгіреді. Сол мынау шатастыратын сұрақ екен. Иә. Бірақ андай күші болған жоқ, андай магиялық. Магиялық. Иә. Магия. Магияны айтпақшы, мен бұл жерде анау сұрақтар неткен кезде магия не дейміз қазақша? Сиқыр дейміз ғой. Сиқыр деп магия Сиқыр, деп берсе де болады. Сиқыршы, маг. Маг. Мегуми біз еске түсірдік қой кім екен, иә? Иә. Мегуми іздеген ең бірінші Сукуно саусағы қайда сақталған? Бұл нұсқаларын айтайын. Үйшіктің ішінде, мектепте, гаражда, оккультизм клубында деп. Айтасың ба? Мен мектептіңде деп ойлаймын. Просто Ең бірінші саусақ. Иә, мектептің ішінде, Мектепте. бірақ менің ойымша оккультизм клубының ішінде болды. Иә. Соның ішінде Олар тауып өздері алды ғой. тауып алды ғой. Иә, сол оккультизм клубы былай. Екеуі де дұрыс емес. Солай ма? Емес, иә, коробканың ішінен Үйшікте тапқан. дейді. Үйшікте, иә. Солай. Ящиктің Будка. ішінде. Мектеп басында қалған. Иә, оккультизм клубына мүше болады, содан кейін іздейді, Иә. соны тауып алатын еді. Сол әдіс шатастырып Иә. қойған Иә. сұрақ қой. Сондай ақ. Бұның мен ар жақ бер жақ тауып үстіне өзім тағы қосып жүрген сұрақтарым ғой. Бұл ненің қызығы басқа біздің көрермендер ойнайсың, иә? Иә. Сол үшін Соларға нұсқа айтуға мүмкіндік иә, беру оларға керек. да нұсқа айтып біз әңгімелесіп істейік. Мгм. Так, Итадори тобына кімдер кіреді? Итадори, Годжо, Тоге, Панда. Екінші нұсқа Итадори, Кенто, Годжо, Мегуми. Үшінші нұсқа Итадори, Мегуми, Нобара, Годжо. Нобара деген кім? Ол қыз, Қыз шашы қысқа қыз, Қандай тоже өңі шашы? жаңадан студент болып келіп келген. Әлгі Қолына балтамен Ауыл- шеге ұстап жүреді. қыз, Иә, сол ауылдан келген қыз ғой. сол қайсы үшінші, екінші, бірінші? Үшінші. Үшіншісі. Үшіншісі, иә. Иә. Дұрыс. Сол Мегуми, Нобара, Годжо бола ма сонда неде командада? Годжоның несі болады? Годжоның болады. шәкірттері, Наставник дейді ғой, Иә. ол. бірақ та көбінесе үшеу жүреді, иә? Иә, анау үшеу команда, а Годжо соларға қарап жүреді. Куратор, иә, Иә, иә. куратор болады. Иә, сол болады екен. Бүйтіп сұрақтар қойылған кезде жақсы еске түсіріледі. Иә. Иә. Мен осыдан бір 2 ай бұрын көргенмін. Қазір еске түсіп отыр да сұрақтар қойған кезде. Мен қашан көргенім есімде жоқ, ұмытып қалдым. Ұмытып қалдым. Мен де. Сукуно денесінің бөліктерін іздеудің мағынасы қандай? Не үшін керек олар? Екі-ақ нұсқа. Ең алып жынды шақыру үшін, Итадориге жегізіп не болатынын көру үшін. Негізі Не үшін сол саусақтарды іздеу керек дейді. мен өз ойыммен айтатын болсам, олар ең жаңағы жаман, зұлым, проклятие деген қалай айтса болады, зұлымды, соны жою. Зұлым, проклятие деген Ал жою қалай Қарғыс деп ол қарғысты. оны не үшін оятады егер жойғысы келсе? Ана саусақтарды берсе ол оянады ғой наоборот. Өйткені ол саусақтармен басқа зұлымдар пайдаланып жүр ол саусақтың күшімен Мен қателеспесем, деп ойлаймын. саусақтарды басқа жаңағы өрттейтін кім еді? Джого. Мгм. Джого бәрібір кімге береді? Иә. Жоқ, ол жерде ой былай болды ғой. Итадори Мгм. оны жеп, оның күшіне не қылған жоқ. Қарғысқа айналып кеткен жоқ та. Иә. Ол қарсы тұра алатын болды жалғы. Оны әлі білмейді ешкім. Қарсы тұрды ғой біреуіне. Біріншісін Біріншіден қойды, бастады. қарсы тұрды, кейін оны Годжо айтты. Тексеріп көрейік деді. Тексер, саған тағы бере берейік. Бәрін жеп болғанда сен қарсы тұрасың ба, жоқ әлде қарғысқа айналып кетесің Вот, бе? значит, екінші нұсқа. Иә, екінші Дұрыс. нұсқа. Сол нұсқа дұрыс. Көрейік деген, беріп көрейік деген. Соны негізі айтады. Годжоның идеясы. Ол басқаларды Иә. қорқытып, сендердің бәрін өлтіріп тастаймын деп, әйтпесе Иә. әйтпесе оны ешкім көнгісі келген жоқ, ана қалдыру. Осы сұраққа осы екінші сезон біткенге дейін жауап іздеп жүреді ғой. Мгм. Бүкіл жаңағы қандай бір более жоғарыға отырған кісілер бәрі қорқып, Иә. бұны өлтіру керек, тоқтату керек дейді. А Годжо сенеді. Иә. Сосын кімдер жаңағы балалар сенеді. Иә. Сөйтіп беріп жүреді. Сосын тағы бір екі қыз бар, тағы саусақ іздеп беріп жүретін. Мгм. Әрқайсында өзінің нелері себептері бар. Ал басында сиқыршылар құртып жүрген құйрықтар кімдер дейді? Ең басында.
Қарғыстар ғой. мына не Демондар. қарғаған адам эмоциялары дейді. иә Иә. Сосын басқа әлемнен келген рухтар, өлген адамдар, сосын қуыстар. адам эмоциялары Эмоциялар. бірінші Эмоциялар, негатив эмоциялар көйіп кеткен кезде сол жерде не пайда Иә. болады деп Жаңағы есептеп құбыжықтар пайда Иә. болады. Иә, құбыжықтар. Құбыжық болып кетеді адамдардың. Сатору Годжудың еще соған байланысты ойы бар қызықты. Ол айтады ғой, Токиода ол басқаша неге жоқ, Токиода олар көбірек. Себебі адам көп қой ол жерде. Ауылда Киото сияқты ауыл кішкентай қалаларда ол жақта слабый қарғыстар. Өйткені адам аз. А Токиода адам көп, сол үшін адамның санына байланысты ма? солай айтқан сияқты. Адам көп болған сайын негатив эмоция көбейеді. көрдіңіз ба? Адам көп болған сайын, иә. Негатив эмоция көп болған сайын күшті Ол олар қаттаяды да, көбейеді. Баяғы логика, иә. Жалпы адам көп жерде бүкіл нәрсе тезірек дамиды ғой. Энергия сондай бар ғой негізі. Соған байланысты жаман энергияда дамып кеткен ғой. Ал аниме қай жыл шықты дейді? Жай бір сұрақ. Оны мен білмеймін. 2018, Нұсқа бар екен 18, 19, 20, 21. 18 жыл. Сол емес. 20 дейді. Ұмытып қалдым мен. Мангасы шыққан шығар ма? 20 жыл екен. Бірінші. 20 жыл ма? Бірақ мен ең алғаш шыққаннан ақ бастап көргенмін, Иә. қай жыл екенін ұмытып қалғанмын. Мен сол анау көрмеген адамдардың несі арманы ғой. Мен кеш көргем. Осы 2 ай бұрын екеуінде көріп шықтым. Елестер үйіне барған екеуі кімдер? Бұл 2 маусымның басындағы сериал. Сатору мен Мэй-Мэй, сосын Мэй-Мэй және Утахиме дейді. Сосын Сатору мен Гето, сосын Утахиме Сатору. 2 адам Кіреді анау екінші сезон қателеспесем. елес үй. Біреудің ойының ішіне кіріп кетеді ғой. Айту айналып жүретін бір үй бар. Иә, ішіне шыға алмай қалады. Ой, естерге түсек, кім қандай 2 персонаж? Екеуі де қыз. Екеуі де қыз. Вот, значит, біреу Мэй-Мэй. Мэй-Мэй. Сосын Екіншісі Утахиме. Утахиме. Шашы сары қыз ба, блондинка. Иә. Сипаттап берейік сыртта келбеттерін. Мэй-Мэй блондинка емес па? Мэй-Мэй деген әлгі жапон стилінде киініп жүретін қыз емес па? Мэй-Мэй деген сол ме? Мен шатастырып мүмкін. Сол екен біреу жапон стилінде киіп жүреді, а біреу жаңағы ақ шашты. Иә. Балғасы бар үлкен. Иә. Сол кейін алып шашын бетіне салбыратып алған. Сол емес пе? Иә. Күшті. Қателестің. Қателестік. Годжо мен Гетодан Рико қайда баруға сұранады? Рико деген жаңағы маңызды қыз. Годжо мен кімнен? Гетодан. Гетодан. Годжо мен Гето Риконы алып жүрген бір жаққа алып. Сол кезде жаңағы қыз сұранады. Сол нұсқалар мынандай: тауға барам, соңғы рет ата-анасымен көрсем, достарыммен киноға баруға, сосын мектепке баруға. Біреуден қорғап жүреді ана қызды, иә, айтпақшы. Сол қыз сұранады екен екеуін. Иә. Қыз естеріңе түсті ме? Достармен қыдырам деді ғой, қателеспесем. Мен ұмытып тұрмын шынымды айтайын. Киноға. Қазір есіме түсіре алмаймын қазір. Ең жақын көрген сен өзің білген. Иә, мен өзім бұл жерде жауап бар ғой. 2022-де көрдім ба, ұмытып қалдым, 23-те көрдім. Ең бастысы жаңағы қыз маған қызық болғаны. Жаңағы қызды не үшін алып бара жатты, мен сол есіме түспей тұр. Бір мұғалімнің несі болуға, бірдеңесі болуға. Сол қыз енді өзі өліп жаңағы затты, жаңағы тапсырысты істейтін өзі білетті. Содан кейін, значит, бір жаққа бару үшін сұранады ғой. Жаңағы сол ата-анасына деген нұсқада ең соңғы рет көріссем деп. Бірақ та несі? Нақты жауабы не екен? Мектепке барып келді. Иә, мектепке, мен де достарына емес, мектепке ме? Жаңағы бір несі бар ғой, қорғаушы, сосын бір тетесі сияқты, бір сестра сияқты. Иә, қасында жүретін. Қасында. Иә. Немен төбелеседі, таяқпен төбелеседі. Иә. Сол туралы, сол қыз туралы сөйлесейікші. Ол қыз өліп қалды. Жаңағы миссиясын орындай алмай қалды. Миссиясы қандай болды? Ол біреудің орнын басу керек болды. Сөйтіп, ол ары қарай бір қарғыс ұстап отыратын болады ма? Сонда, егер мен қателеспесем, сонда бір сектаның ішінде үнемі ауысып отыратын рөлдер болады. Егер мен қателеспесем. Мен қателеспем мүмкін.
Сол кезде сол қыз біреудің орнына келу керек, бір какой-то жрец, бір сектаның басшысы деп айтайық. Сол қайтыс болады, оның орнына жаңа қыз келеді. Сондай болу керек. И сол кезде ана жерде қарғысты ұстап тұрады. Вот сол дұрыс. Иә, мен қателеспесем сондай болу керек. Дұрыс. Сол қыз бірақ анау өліп қалады, ол қарғысты босатқысы келеді, ана кімдер. Ана қыз өлтіріп тастайды. Сол қарғыс босап шығады ана жерден. Қарғыс босап кетеді. Есіме түсті енді. Так, Годжо мен мен жаңа сұрақ қойған. Риконы кім өлтірді дейді сонымен? Анау Мына жерде нұсқалар бар. Мегуменнің әкесі ғой өлтірген. Гето, Сатору, Тодзи, Тенген. Тоди деген әлгі күшті не ғой? Тоди қасында кімнің? Ичимуран, Итадоридің несі? Менде не бар? Егер еске түсіру керек болса, мына не бар? Жоқ, Тенген. Мына жерінде мынандай несі бар? Проклятое оружие деп айтады ғой. Мына жерінде бүйтіп жүретін. Өйткен бір құрт сияқты. Сонысы бар, құрт сияқты. Соның аты Тенген ба? Сол Тенген, иә. Кімнің әкесі ол? Мегуме. Иә, Мегуме, Фишигу. Атын ұмытып қалдым. Иә, кімнің қасында жүретін жігіттің әкесі? Итадоридің. Мына ма? Мен көзім көрмейді асты. Тоджи нау, Фушигуро. Иә, осы. Значит, аты Тоджи ма? Тоджи. Тоджи, я шатастырып жатырмын. Осы Тенген емес. Тенген деген сол жаңағы қыз нету үшін. Иә, дұрыс, мен шатастырып жатырмын. Осы жігіт, в общем. Мына жерінде тыртығы бар екен, есіме түсті. Менде есіме түсірдім. Осы андай не күші жоқ, магиялық күші жоқ. Физикалық күші. Иә, физикалық күші бар, сондай. Сосын сол сиқыршыларды, магтарды өлтіретін адам болады, сол заказ бойынша. Киллер. Бұл маған өте қатты қалды, бірақ та жаман жағы, бұл. Иә. Ол кейін тағы шығады соңында. Иә, өзінің оқиғасын көрсетеді, иә, өзінің оқиғасын көрсетеді, баласын қалай беріп жүргенін көрсетеді. Не үшін? Иә, мен жаңағы кемпір туралы сұрақ бар мына жерде тоже. Так, бұл жерде дұрыс жауап Тоджи. Так, Тоджидің... Ана жігітпен шатастырып алдым, Тоджи деген не еді? Тодо екен ғой. Тодо ма? Тодо жақсы ғой, жақсы персонаж ғой. Тодо деген... Тодо деген сол жаңағы кімдердің старший көрсетеді. Сұрай береді ғой, Панданың қасында жүреді. Твой любимый тип бренчінде. Ай, шығып кеп, пок дедің ба? Дәрсі. Бүйткен кезде басқа жаққа кетті. Күшті үстінелер, күшті. Так, Тоджидің айтуынша Мегумимен бірнеше жылдан соң не болады? Жаңағы сенің айтқан. Баласы ғой. Иә. Сол кімге айтады? Жаңағы ақшаштыға айтады. Нұсқалар ауырып өледі, дзениндер сатып алады, сиқыршы болады, Сатору Годжиді өлтіреді дейді. Жоқ, дзениндер сатып алады. Олардың әулетінің қарғысы ма сонда бірдеңе болады, ол баласын барлығын сол дзениндер алып, ниндзялар ғой, былайша сатып алады. Иә, алып қоя беретін болады. Тәрбиелеп, өзі бір кісі өлтіретін киллер жасап шығады. То есть олар қарыз ба сондай? Сондай бір. Бірдеңе қарыз болғандықтан бере береді. Иә, бере береді. Әр келесі ұрпақ өзінің баласын береді. Сонда не үшін айтты кімге, Годжоға? Құтқар деп айтқан болу керек, мен қателеспесем. Бірдеңе деп айту әдейі айтып кетті ғой. Сол кезде Годжо бүйтіп қарайды да таңғалып үстіне қоя салады ғой. Иә. Бірақ та Годжо орналастырды, иә? Годжо құтқарады ғой ана баланы. Алып кеп мектепке алып келеді. Мектепке оқушыға алып келеді. Сосын ол сиқыршы болады. Негізі ол сиқыршы болу керек, ол негізі ниндзя болу керек. Ниндзя болу керек? Иә. Ананың әкесінің күші ниндзялық күш па? Иә. Өзі сондай болды. Ананың күші сиқыршы, әртүрлі жануарлар шығарады. Өзінің баланың күші. Ол білмеймін онысын, что-то есімде жоқ ол жағы. Ана кіммен жаңағы басты кейіпкермен екеуі жүрген кезде бүйтіп бірдеңе істеп жүрді. Иә. Екінші маусымда. Окей. Гетоға әлемді қарғалған ұлықтардан тазартам деп кім айтты? Мэй, Нанами Кенто, Сатору Годжо, Юки Цукумо. Жоқ. Бұл еске түспей тұрған не ма? Момент, иә. Сол Гетоның өзгере бастаған кезі ғой әлгі, иә? Мінезі өзгере бастаған кезі. Сол айтқан сияқты. Мына жерде Годжо емес пе айтқан? Цукумо айтты дейді. Цукумо айтты. Юки Цукумо. Ана бала ма? Қасында жүрген қыз ғой. Жаңағы мен қазір тағы көрсетейін. Бұндай сұрақ, қиын сұрақтарды өткізе салу керек екен. Нормально, талқылауға жақсы. Қызықты. Еске түсіргенге, иә. Қызықты.
көрермендер де ойлануға уақыт болады. иә мен мына жерде өте көп іздемей келесі сұраққа көшу керек. Так, Итадори Нобаруны қандай киноға шақырады дейді. Мә ол есінде жоқ. Мына жерде несі еске Мен түсіреді? кішкене есіме түсіремін қазір. Құрт адам 4, Дұрыс. құрт 4, сосын құрт адам 2 дейді. Иә, құрт адам. Қандай екенін 2 шығар. 4 4 сериясы екен. Киноның несін көрсетеді ғой. Сюжет айтып Иә, береді. сюжетін Өз айтып береді, айтып былай болған. кадрларын көрсетеді. Кадрларын Құрт адам деп. Так, Михамаруды кім өлтірді дейді. Михамару деген кім екен? Есіме түсіп. Анау Михамару робот қой. Робот. Иә, алыстан басқарып отыратын. Кім емес пе осы өлтірген әлгі? Тодзи емес пе өлтірген? Мына жерде нұсқалар бар. Сатору, Кендзяку, Махито, Джого. Сатору онда. Мен еске түсірейін. Джого Годжи. деген жаңағы өртейтін. Иә, білем ғой оны. Махито деген Тоже құбыжықтар шығаратын, рухтар шығарады. Есімде жоқ. Ақ шашты, біткен тоже нелер, тыртықтары бар. Ол Тігілген. ең басты не ғой? Иә? Кейіпкер тоже. Құтқарады ғой кімдерді әйтеуір. Ең соңында көмекке келеді ғой. Махито ма? Иә. Ең соңғы Михамару. төбелесті жаңағы жоқ. Бірінші сатқын болып шығады. Сатқын болмайды. Сол Михамаруды кім өлтірді деген сұрақ мына жерде. Иә, бірінші сатқын болып шығады. Просто сюжет несін түсіріп жатқаным. Бірінші сатқын болып шығады. Кейін аналар жаққа келеді де, аналардың жағына өтеді. Кімдер жаққа? Атым Гето жаққа өтеді. Кейін сол жақтан қайтадан аналарға өтеді. Олар құтқаратын еді ғой соңында қателеспесем. Өлерінен алып. Гетоға сол нету үшін не өткен Джого себеп. емес пе өлтірген? Гетоға өткен себеп айту керек, не денесін Қалпына келтіремін. Қалпына келтіремін. Сондай уәде берген екен. Иә, ол рас. Ана денесін қалпына, оның бәрінің себебі бар. Денесін қалпына өз қайтадан келгісі келген бір қызға ғашық. Тағы бір кейіпкерге ғашық. Иә. Сосын бірақ та ол сол жаңағы кінәсін жуу үшін бірдеңе істейді. Иә, соңында. Аларды өлтірмекші болады бәрін. Иә. Есіме түспей жатыр. Нақты кім өлтіргені. Сол мен Джого деген вариантты қалдырдық. Дұрысы Махито. Махито Естерге түсті ме? Жоқ. Махито один из ең күшті нелер. Жау жақтың күшті. Шашы ұзын ақ па? Аузын ақ, иә. И челкасы бар кішкене. Мындай қысқа. Бірдеңесі әлі біткен. Қолы жылан шығады. Тігілген. Қолда тігілген. Есіме түсті. Сол мен тез өлемесе өлмей-ақ қойды ғой. Иә. Ол ең соңына дейін өлмейді. Иә. Иә, сол сезонда ғана өледі, по-моему. Бейтіп, әлі өлген есіме жоқ мен. Ол ең живучий. Ана кім өлді ғой айту, ана өртейтін. Джогоны кім өлтіріп тастайды бар? Баяғы Итадордың ішіндегі кім еді аты? Өртейтін ол лава сияқты ма? Иә. При этом Джого одан да ең күштісі Джого екен, иә, ананың ішінде. Сол Махито өлтірді. Ана сусын бар ғой. Сосын Махито кімді де өлтіреді ғой, әлгі қолына қылыш ұстап жүретін офисный сотрудник. Сонда өлтіретін. Сары шашты ма? Иә. Соны да Махито өлтіре ме? Метрода астында. Ол да сұрақ бар. Жауабын айтып қойды ғой. Жауап мүмкін басқа. Меймейдің інісінің аты кім дейді. Ойбай, ол жағын. Жанда жүреді. Анағы Тод жоқ. Нұсқалар айтайын ба? Тодо. Тод емес па? Йой, егіз ба? Уй, Дзё, Итадори. Меймей деген балғасы бар, үлкен. Иә. Кішкентай емес, үлкен балғасы. Панданың қасында жүреді ғой. Шашы фиолетовый ма? Меймейдің шашы бетіне жабылған үлкен. Иә. Жанында жүретін кішкентай ақ шашты бала. Иә. Сол бауыры. Сол бауыры ма? Бұл жерде інісі деп тұр. Соң аты кім дейді? Йо-йо. Йо-йо ма? Аты Уй-Уй екен. Уй-Уй. Сол йо-йо. Есімде жоқ, бірақ қасында үнемі мақтап жүретін. Білем, сенің қолыңнан келіп күшті. Біраз бас демейді сияқты. Соны ұмыттым. Өзі әпекесін мақтап жүреді. Сосын өлу керек болса өлем дейді. Иә, сондай. Анам әпекесіне айтады ғой, мені неге жертваға бер, мен дайынмын деп бірдеңе. Мен соны түсінбей қойдым, екеуінің қарым-қатынасын. Бірақ та мықты екеуі қырылысып жүреді. Анау ақша құмар. Стресс. Ақша құмар, ақша үшін бірақ та көмектеседі кей кезде. Бір жақсы бірдеңе істейді.
мына жерде мынандай сұрақ, бәрінен белгілі, ең әйгілі сахнаның біреуі. Так, құбылғандарды жеңуге Годжо аумағына қанша уақытқа кеңейтті дейді, өз аумағын. Иә, дұрыс. Метроның астында Территориясы ғой. дей ма? Иә, территориясы. 0,1 секундқа. Или 0,01 секундқа ма? Мына жерде 1 секунд, 2 секунд, 0,2 секунд деген нұсқа. 0,02 секунд. 0,2 секунд. Иә. Сол айту 0. Иә, алдында 0 бар әйтеуір. Сол, дұрыс. Өйткені бәрі қатып қалады адамдар. 0,2 секунд па? Жүре алмай, даже жүрмей тұрған кезде, значит, 1 секундқа жетпейді ғой. Иә. Сол кезде бәрін құтқарып үлгереді емес пе? Иә. Бүкіл жана жындарды өлтірсе, жын дегенде жана нелерді. Мен оларды бүйтіп аударып қойыппын. Проклятый деп айтады ғой орысшасында. Құбылғандар. Проклятый құбылғандар ма? Былай енді. Қарғыс атқандар ма? Қарғыс атқандар, қарғыс атқан душалар басқалар ғой. Әлде айту бірдеңе. Айту магияны сиқыр деп айта береміз, а? Айта берейік. Иә, сиқыр. Так. Кензяку деген естігеріңе түсті ма? Кензяку. Қайсысы ол? Кензяку деген жаңағы біткен бас бүйтіп ашылып. Ең бастысы, басшысы жаңағы. Гето емес пе? Кетоның несі, я. Ішінде отырғаны ма? Қолыңыз? Өзгерген түрі. Соның аты Кензяку ма? Кензяку екен. Кензяку жақтастарының қайсысы Сукононы босатылуын қалады дейді? Годжо ғой. Махиташа. Ой, Годжо деппін ғой. Джого. Джого. Сол барып не береді ғой кімге? Саусақтар береді. Иә, көп саусақ жегсем анау жеңіп шығатын шығар деп ойлайды. Басқасы бәрі өлтірмекші болған екен, жаңа өлтіре бесіға. Бәрі соңында соның қолына өліп қалады. Ол мықты, бірақ та ол күштігі не деген мен білгем күшін, бірақ та мынандай күшін бар деген. Анау сөз бар ғой. Сенің күшті екенін білдім, бірақ та мынаншама деген бір сөз бар ғой. Қазақша аудару керек еді осындай. Аударылған негізі. Аударылған ба? Иә, енді былай ресми емес, бейресми бір аудармашы топтар бар, солар аударған. Күшті нелер бар да, диалогтар бар жақта. Қандай себептен бола Чосо Юджиді толық өлтірмейді дейді. Чосо деген үш ағайындың біреуі. Иә. Сол кімді Юджи Итадориді бір себеппен өлтірмей қойды. Оның нұсқаларын айтайын ба? Айт. Итадори Тоданы құтқарған дейді. Оған Сукуна бұйрық берген дейді. Жаңағы Чосоға. Үшінші нұсқа ол Юджиді есінде көреді дейді. Итадориді есінде көреді дейді. Содан кейін Чосо деген бір не болжайтын қабілеті бар емес пе? Қандай екі шашы бар. Иә. Шашын бүйтіп бұлып қойған. Иә. Сол немен қанмен атады. Сол емес пе? Иә, соңында төбелеседі ғой. Кіммен төбелеседі? Джогомен төбелесе ма, жоқ? Соңында басқа біздің жаққа, жақсылар жаққа өтіп кетеді. Иә. Сөйтіп қорғай бастайды кімдерді. Сол не үшін қорғайды дейді ғой? Несі өлтірмеген себебі сол Итадориді есінде көреді екен. Оның несін ауыстырып қойды ғой. Кім ауыстырып қойды? Содан болып көрген ба? Иә, қателесіп ауыстырады. Қателес емес, ложный воспоминания салады. Сонда ма өзім бауыр деп жүрді? Иә, өзім менің інім екен деп ойлап қалдым. Мен оған сеніп қалдым. Оны кім алдайды деп? Оны кім алдайды деп? Білмеймін, есімде жоқ, бірақ миын ауыстырып қойды. Мен оны рас екен. Анау құбыжық екеуі бар ғой өліп Итадорин қолынан өлді ғой. Сол екеуі өтірік, анау нағыз ағасы ма деп ойлаған мен. Жоқ, олай емес. Миын ауыстырып жүрген ба? Иә, содан ол өзінікіне қарсы шығады да өзімен өзі төбелесіп кетеді ғой ана жерде. Мен қателеспесем солай. Күшті бүйтіп. Ана жерде не алдың? Ханым бүйтіп. Сол нұсқа кімнің есінде көреді, миында көреді ма? Сол өтірік анау воспоминание. Күшті? Иә, күшті кіріс жандар. Мен тыңдап отырмын ғой. Так, Дагон аумағы қандай дейді? Дагон деген әлгі төбесін жауып қоятын аумақ қой. Иә, Дагон деген айту морской бірдеңе. Морской бірдеңе айту существо. Анда осьминог та бар басында, денесі бірдеңе акула сияқты бірдеңе. Соның несі
Көлемі? мұхит көлем дейміз ба, пространствоны, Пространство. аумақ деп Аумақ Түсіндім, иә. соң аумағы қандай дейді. Қандай болғанда ішінде акулалар жүреді ғой. Бұл жерде Таусылмайтын. алып Дагон аквариум, қайсы екен есіме түсіре алмай отырмын ғой. Мен де дагон деген жаңағы есіме. алып аквариум, Иә. сосын ода аумағы жоқ дейді, сосын мұхит түбі, сосын мұхиттағы арал дейді. Иә, мұхиттағы арал. Арал. Ең соңғы нұсқа, иә. Соның ішіне кіріп алып бәрі жабылып төбелеседі. Кім барып құтқарады ғой? Жаңағы кімнің елесі. Елес емес, қайта тіріліп келген. Тоди. Ол күшті сахна, Иә, сол Тоди келіп құтқарады аналар. бәрі бүйтіп қашам деген кезде Иә, шығып келеді. Сол ананы өлтіріп тастайды дагонды. бәрі анау кімнің арқасында, жаңағы соның баласы, кім еді аты? Мегуми. Мегуның арқасында бәрі қашпақшы болады. Иә. Өйткені ананың аумағында жеңу мүмкін емес. Иә. Дәл қашан деген кезде анау деп Шығып келеді. кіріп келеді сол жаққа. Иә. Соң әкесі кіріп келеді, Мегумидің әкесі. Ананы ұрып тастайды. Мегуми спокойно. Содан кейін өзі кімге жаңа баласына төбелесіп кетеді. Өзінен өз баласын қуып кетеді. Ол өзі сондай болады. Мына жерде кім ең күшті сонымен төбелесетін болады. Мына жерде көреді, мынау ең күшті ма, барып сонымен төбелеседі. Оны өлтіргеннен кейін ең күштісі кім, сонымен төбелеседі. Тоқтамай порталды ашқаннан болып сол күшті екен деп ойлап жүр ғой. Иә. Бірақ та мықты, иә, анау қойындар шығарып әкесімен қатты төбелеседі анау сол кезде. Ал көмек сұраған Джогоға Сукуна қандай міндет қойды дейді. Жаңағы момент қой. Иә, ең соңындағы төбелесетін уақыты ғой. Сол кезде не деп айтқан? Варианттарды айту керек. Вариант айтайын ба? Кинзиакені өлтіру керек, Джого өз жақтастарын өлтіру керек, Джого оған бір болсын соққы беру керек. Ең соңғы нұсқа. Бір рет ұр дейді ғой. Екінші нұсқа ма? Ең соңғы нұсқа. Үшіншісі. Бір ұру керек. Бір рет ұр дейді маған. Мен қатты қарсыласпаймын. Келіп бір рет ұр дейді. Сосын ұра алмайды, сосын содан кейінгі сұрақ сол екен, ұра алды ма деп. Ұра алмады. Дұрыс, сол дұрыс, анауды дұрыс, ұра алмайды екен. Сонда мен ойлағам, біраз тигізді деп. Жоқ. Айтып мақтайды ғой, мен есімде сол мақтаған сен күшің жақсы екен. Бар екен. Жақсы екен деп мақтап кетеді ғой. Иә, мақтайды. Соңында өліп қалды. Мен серьезно қабылдамаған бұл кейіпкерді. Сол үшін есінде жоқ қой деймін. Түрі серьезно емес. Төбесіне от жанып тұрады. Мен ойлаған бірінші сериясындағы, екінші сериясындағы өліп қалады деп ше, соңында қарай. 10-шы серия. Түрі қызық, сонда күшті емес. Бірінші дұрыс серьезно қабылдай алмадым. Кімнен таяқ жейді ғой бірінші? Годжудан таяқ жейді бірінші. Ол Годжудан да таяқ жейді. Басында ең басын таяқ жейді. Басын жылтайды. Метроның ішінде ма? Иә, бірақ қашып кетеді соңында. Соңына дейін жеткізбейді. Сонда Годжуның күші мықты екен, иә. Бірақ та анау екеуі анау жаңағы Сукунамен төбелескен кезде бычыт болады ғой, қалай, иә, бүйтіп. Мықты екеуінің төбелесі. Аниме дүкен. Әлі бар сұрақтар. Иә. Нанами қалай өледі дейді. Мен бұл жаңа айтқаным ғой. Кім өлтіреді ғой жаңағы. Қолын бәрі тігілген аты кім еді? Сол тігілген, уже айтып тұрса Махито деп тұр. Иә, Махито. Сол пойыздың қасына кім құтқарып үлгермей қалады, соны құтқарамын деп ойлайды Итадори, бірақ құтқарып үлгермейді. Сосын келеді, ол айтады, сен саған қалдырдым деп айтады, сен ары қарай өзің бірдеңе қыл дейді. Итадориға деп қалған жерінде сосын. Ол жылап. Мен есімде жаңағы Годжо бүйтіп өртеп кетіп қалған кезде жартысы өртеніп қалады. Иә. Ол тірі деген сөз ғой әлі. Одан кейін тірі қалады, иә. Одан кейін жаңағы Махито өлтіріп тастайды ма? Иә, келе жатады бүйтіп сүйретіп келе жатқан кезде алдынан кім шығады? Жаңағы Махитомыз. Иә, Махито аты енді есіме түсті. Махито. Сол шығады да қалай өлтіреді оны есімде жоқ. Екіге бөліп тастайды. Просто бөліп тастайды ма? Иә, енді шамасы жоқ қой, таяқ жеп қалып, мұнсыз да келе жатыр, быт шығып. Сосын жаңағы балғасы бар қызды, қызыл шаш бар. Иә, онда ұрады, бірақ ол белгісіз әлі. Нұсқа бойынша. Өлді ма, өлмеді ма? Көзі жоқ, иә. Өйткені аны алып кетеді ғой. Біреу келеді де құтқар деп айтады, ол алып шығып кетеді. Академиядан біреу келеді. Иә. Бірақ ол құтқарып үлгерді ма, үлгермеді ма, әлі келесі сезонда көреміз. Есіме түсті. Анау кімге Итадори соған Джинакеде жазған кезде мүмкін аман алып қаламыз, бірақ та мүмкін деп қашып кетіп қалады. Анау байқұс бычыт болады, екеуінің жаңағы мұғаліммен қыз өлген кезде. Итадори сол жапондық анимелерде сол несі
бас кейіпкер бәрі эмоциональный, Мгм. біреу өлсе соны құтқару үшін бәрін береді, сөйтіп Иә, өліп қалса быт болып жылайды. Маған сол жапон анимесімен салыстыратын болсақ, қазір манхвалар шығып жатыр ғой, Мгм. неше Иә, түрлі кәрістер мен жапондардың айырмашылығы прям қатты Өте көрінетін сияқты. үлкен, Мен де сол ойлап Иә. қалдым, біраз суықтау сияқты кореецтер. Кәрістер мүлде бүкіл армияны қырып салады да, күш, түк болмаған сияқты жүре береді. біраз эмоциялар аз, Иә, сол жағы кішкене қиындау. Целый армияны қырып салады ғой, кім барады да, Иә. бас кейіпкердің аты кім еді, ұмытып қалдым ғой. Сон Живун барады да, Мгм. бір армияны қырып салады ана жерде. Вот біреу өткендегі біздің қонағымыз айтты, жапондық нелер Эмоция толы, иә. аттар оңай дейді. Мен наоборот еске түсіре алмаймын. Ким Джун Дан, бәрі ұқсас сияқты. Сон Джун. Мен сол бас кейіпкердің атын әрине есімде, қалған аты ешқайсысы есімде. Айтпақшы, біз сол анимені талқылайық, просто талқылау үшін. Жақсы. Кімде емес, Бизон Бох емес. Иә. Өйткені сол анимені мен көріп шықтым, өткенде біз Ардақ бізге сатты ғой. Мен сатты дедім ғой. Барып көрдім, ұнап қалды. Иә. Оқиға жылдам дамиды ғой. Әр сериясында қызық бірдеңе болып тұрады. Корейстер мықты екен. Корейский аниме ма? Көрген жоқсың ба? Жоқ, мен көрген жоқпын. Соло левелинг. Соло левелинг. Мықты екен. Мен сол көрмеген себебім, сол ашық айтайын, манхва деп бүйтіп Мен басында назар аударамын, ол кейін біреу айтты, солай ма? Содан кейін сосын анау кім ең басында бірінші серияда төбелесе бастаған кезде бір нашар төбелесіп жүрген, сөйтсе әдейі істеген екен. Әдейі бір төбелестір, содан кейін өсе береді. Өте мықты болып кетеді. Төбелестер айту көп, маған сол ұнайды. Мангасын оқыған адамдар айтады, спойлер ма, соңында ең мықты персонажға айналады. Кімді? Сол жаңа бас кейіпкер. Ол белгілі ғой, ол да бас Құдайға айналады. Құдай, тура мағынасында одан артық ешкім болмайды. Жаңағы кім және көрсін, біз көп айтпай қойық. Ал жалғастырайық, бізде бір 5 сұрақ қалды. Так, Нобара шығар. Нобара. Жапоншаға келеді более Нобара. Нобара, иә. Нобара деген кім? Ана қыз. Қыз ғой? Жаңа қолына балғамен шеге ұстаған. Кука вудумен айналысады. Иә, вуду. Кетерден бұрын Фуми құрбысынан қандай уәде берді дейді құрбысына? Сондай сұрақ. Нобара ма? Қиын сұрақ сияқты. Жаңағы Нобара кетерден бұрын. Ауылынан шығардан бұрын ғой. Мына жаққа кетеді ғой, ауылынан шығып, мен не болам, сиқыршы болам деп кетеді. Кездесеміз деп па? Токиода кездесейік деп. Кстати, Токиода кездеспекші бар ғой біреумен, біреуді келіп іздейді ғой. Кездесу дұрыс, сол нұсқа дұрыс екен. Фуми и Саори үшеуі тағы кездесу. Бірақ кездесе алмайды. Кездесе өлейін деп жатыр қазір, енді ары қарай кездесе ма, кездеспей ма? Михамару кімге ғашық болды дейді. Білмеймін онысын. Ат нұсқалын айтайын. Мэй, Нобара, Мива, Момо. Шу төртеуді қыз. Нобара емес, алып тастаймыз. Өйткені ол одан төмен курста оқыды ғой. Солай ма? Мэй шашмағы ғой. Ол үлкен одан. Ол Михамарамыз пандалармен бірге жүр, қателеспесем. Солармен бірге оқыған. Солың курсын. Жапонша киім жүретін қыз, сол ғой деймін, қателеспесем. Мива, Момо екеуінің біреуі. Екеуінің біреуі болды. Мива ма? Мива. Жасы дұрысы Мива екен. Мүмкін, Мива деген сары шашты классический солай ма? киінеді. Жаңа кимоно киетін қыз ол Момо. Момо, Сол Мива ғашық екен. Бұл енді біреуге қызық болады ғой. Бізге қызық болмаса да. Бірақ та өте жақсы, соның линиясы жақсы істелген Михамару. Қысқа болса да мықты, ол соңына да өлгеннен кейін де көңіл түсіп кетті ғой. Мен осы Михамаруды көрген кезде, персонаждың өзін көрген кезде, кім Нарутодағы Пейн деген персонаж бар. Тірілеме қайтадан? Көргенсен ме, көрмесен ме? Жоқ, олда да Акацуки деген ұйым болады, жаман адамдар. Персонаж, жаман персонаж деп айтайық. Сол Акацуки ұйымның ішіндегі бір күшті адам, бірақ ол алыстан отырады. Алыстан отырып, несіндай, алыстан отырып, несін өзінің куклаларын басқарып отырады.
Мысалы кімде Михамаруда дәл сол Михамару ұқсайды сөйледі. ғой. Иә, ол да астынан отырады өзін куклалар басқарып. Сол есіме түскен. Михамарудың төбелесі, дайындықтағы төбелесі, сол кезде ғана робот төбелесіп жүреді ғой. Иә. Оның қашан өзі екенін ешкім білмейді, өзін. Иә. Хотя ешқашан өзі болмайды. Өзін тірілтеді ғой кімдер. Қайтарады ғой жаңағы жаман жақ. Бір рет тірілтеді, кейін қайтады. Иә, тірілткен кезде ол аларға қарсы шығады, үлкен роботтың ішіне кіріп алып. Иә. Сол жерде өледі. Содан кейін өлседі, кімге көмектесіп кетеді балаларға. Иә. Анау бүйтіп кімнің құлағында жүреді ғой. Иә. Кішкентай робот. Иә, ең соңында не ма? Инструкция тастап кетеді ғой. Итодори сол инструкция сонымен жүреді ғой. Сосын сөйлеседі, кәдімгі бұл жазылған зат емес, бірге сөйлеседі. Энергиясын тастап кеткен. Жауап береді Итодориға. Қазіргі тілмен айтатын болсақ қандай? Программное обеспечение тастап кеткен. Иә, ол кезде искусственный интеллект. Иә, искусственный интеллект. Так. Мохито өле жаздағанда Итодори екеуі қандай аңдарға айналды дейді. Өлейін деп тұрған кезде Итодори екеуі қандай аңдарға айналды дейді. Итодори да айналатын беді не? Екеуі де аң болып кеткен екен. Мына жерде нұсқалары бүркіт пен тышқан, түлкі мен қояндар, қасқыр мен қояндар. Кім елестеткен шығар өзіне Мохито өлейін деп жатқан кезде, жоқ, мен қалай өліп жатырмын деп сондай бірдің. Бүркітпен шыққан шығар мүмкін. Мен есімде оларды кім логикалық түрде кімнің ғой жаңағы Мегуми нетеді емес пе? Өлтіреді ма? Жоқ, айналдырады. Значит, қоян. Мен қасқыр. Бұл жерде қасқыр мен қоян. Просто мен есіме түспеді. Мен тупо логикамен айтсам. Жаңағы кімдер өзінің әкесімен төбелескен кезде көп там әртүрлі жануарлар болған, бүркіт болып жүреді андай-мындай. А мына жерде жаңағы Мохитоны да бірдеңе айналдырады екен. Мохито өзі әрдеңе болып кетеді ғой. Солай бол. Өзі құрт-құмырсқа болып кетеді әртүрлі. А мына жерде айтпақшы ең жауыз сиқыршы деп кімді есептеген дейді. Аниманың ішінде ма? Сугуро Гето, сосын Камо, сосын Сатору Годжи, Сукуно. Сукуно деп айтады ғой бәрі көбісі. Ең жауыз дейді. Сугуро ұнамайды маған. Сол үшін Сугуро болады. Мен үшін Сугуро. Сугуро Гето кім соны? Оның ішінде көп эмоциялар. Жаңағы Гетоны бүйтіп ашқан кезде ішінде отыратын не ғой. Жаңағы сол айтып отырмын ғой, сол Гето оның өзінің аты бұрындағы. Содан кейін аты өзгеріп кететін сияқты. Ішінде персонаждың аты ғой. Иә, іштегі персонаж. Сосын жаңағы ана кімдермен жауыздармен жүрген кезде басқа атпен жүреді. Білмеймін онда. Мен Сукуно деп айтамын. Бірақ ол Сукуноға сондай керемет жауызға ұқсамайды, кімге Итодоримен дос болып алады ғой. Көмектеседі де. Иә, кейде көмектесіп тұрады. Норитоши Камо деген. Норитоши Камо? Иә. Білмеймін. Сол екен ең жауыз. Мүмкін біз білмейтін әлі шықпаған персонаж шығар. Ең басты шығар ол. Бәрін басқаратын шығар. Уақыт кетір біздейік. Камо. Ой, дәл тұр екен. Түрі бар шығар. Ой, мен бұны көрмедім. Мен де көрмеген. Бұл көрінбеген персонаж ба? Мынандай екі шашын түйіп алған. Көрмеген. Деп көрсетейік. Иә, камераға ма? Так, екі шашын түйіп алған ақпен. Ол хотя бы көрінбеген эпизод шықпаған ба? Мен есімде жоқ ана түрі. Окей, значит, ең жауыз солып тұр ғой. Ол мүмкін аңыздардағы жауыз шығар. Біз әлі көрмеген, болмаса болашақта шығатын. Мангадағы жауыз шығар. Кому? Білетін адам қазір бізді комментарийдің астына ұрсып ататын шығар. Бұлар подкаст түсіріп өзі деп. Кому деген аты да біраз несіз, иә? Еске түспей тұр. Так, Юто Акацуға қандай бұйрық берілді дейді соңында. Естеріңде ме? Жап жас бала. Жап жас бала, қазір мына жерде нұсқаларда еске түседі. Так, сиқыр колледж директоры болуға, Итодоридің қорғаушысы болуға, Итодоридің бас кесері, сосын Сатору Годжоның бас кесері. Бас кесері деген оны өлтіру керек. Өлтіргісі келеді ма? Жап жас бала кіммен сөйлесіп жүреді постоянно бір жаңағы мұғаліммен сөйлесіп жүреді. Өлген бір жаңағы пышақ ұстаған ба? Нанамимен ба? Иә. Бір ана жаңағы костюм, галстук киген. Сукунаны өлтіру шығар. Сатору Годжуды өлтіру деп ойлаймын. Годжуды өлтіру.
өйткені мен ойлағам еще неге ол годжуды өлтіруге берді деп. бір академияның адамдары ғой. Неге олай деп түсінбей жүрдім. Өйткені годжу ол тым күшті, ол ешкімді мойындамайды. Жаңағы өзің айтпашы, өзінің бастықтарын бәрін қорқытып, Жоқ. Тыңдамайды деп. Жоқ, подожди. Оның күші шексіз ғой. Сатору Годжи дедің ба? Ол емес. Итадориді өлтіру керек. Бәсе Итадори. Итадори ма? Сукуна ғой енді былайша айтқанда. Онда логично. Сосын менің есімде Сатори Годжуны табу керек дедім ба? Ол да туралы бір не бұйрық бар. Өйткені жаңағы кімді Итадориді өлтірткізіп жүрген сол ғой, Годжу ғана ғой. Жалғыз қорғаушысы. Поэтому Басқасы бәрі қарсы оған. Поэтому егер біреу Итадориді өлтіргісі келсе, анамен де қарсы деген сөз. Поэтому жаңағы жас балаға, сол кезде мен бірінші сразу ойлағаным, жас баланың күші сонда көп па, әлі көрсеткен жоқ. Болашақта шығады мүмкін оның күші. Енді дамып. Жас бала бүйтіп ең соңында түседі былай. Бір қалаға келеді, адам аз болып қалған. Мүмкін бір ерекше таланты бар шығар Годжуға ұқсаған. Годжу мысалы ол тума талант қой. Ол ондай күшті болып не қылған жоқ. Тренировканың арқасында күшті болған жоқ. Ол просто туды солай. Оған қарсы шығатын ешкім болған жоқ. Мынандай қосымша екі сұрақ қойыппын. Бұл жерде нұсқалар жоқ. Так, шатырда кемпір немересін кімге айналдырды? Біз уже білеміз. Тозиға айналдырды. Тозиға айналдырды. Ал Мегумиден басқа сиқыршылар қандай Шикигамиді шығара алмады? Әлгі ең қарғыс бар ғой бір. Жоқ, атау естеріне ме? Жоқ, варианттар бар ма? Вариант жоқ, но атау сол вариант, бір ақ вариант. Білмеймін. Махораги дейді. Махораги. Естеріне жоқ. Мен вообще бұны оқыған кезде бір естіп ұмытып қалған сөздер. Просто ол қандай Шикигами, оның түрі вообще естері жоқ. Шикигами типа ең күшті қарғыс, күші көп, оны екі мүлде ешкім шығара алмаған, сөйтіп айтатын есімде ол. Сол мынау кімға Мегумиден басқа ешкім шығара алмады. Мегуми өзі ерекше талант болып саналады, кімге қарсы тұра алатын күші кімдермен пара-пар. Годжу әулетімен пара-пар күші бар. Осы фамилиясы кім еді, ұмытып қалдым ғой. Фишимура ма? Мегуми аты ғой. Фамилиясы бар оның. Сатору аты, Годжу фамилиясы, әулетінің аты Годжу әулеті да. Әне жерде аты Мегуми Фишимура ма? Фишигуми ма? Фиш бірдеңесі бар. Сол әулет Годжуның Годжу әулетінің тарихи қарсыласы. Екеуі бір-біріне үнемі мынандай болған. Біресе мынадан күштірек туған, біресе мынадан күштірек туған. Сондықтан Фишигумиміз ол өте керемет талант болып туады негізі. Кімде ең басында бірінші неде, есінде дұрыс түспесі, Сукуме, ана баланы айтады ғой, күшін көп екенді. Итадориға ма? Жаңа балаға, Мегумиға. Мегуми, екеу төбелесіп қалады ғой, қысқа уақыт. Қысқа уақыт төбелесті. Бірақ сол кезде енді ананың күші өте көп қой, соған бүйтіп қорықпай неткен кезде. Сол кезде подсказка беріп қояды ғой. Ол түсінетін сияқты сол подсказканы. Жаңа бала ма? Сонда мен сондай мықты дәрежелермен төбелесе алатын шығармын деп. Айту қорықпайтыны сол жаңағы манганың барысында айту әкесіне де қарсы, жаңа Сукумеге де қарсы төбелестіріп қойды, ана жап-жас баланы енді ғана үйреніп жүрген. Сонда кім бұның бір тағы бір несі, қызығы тек қана Итадори туралы емес, бәрі туралы. Қызық персонаждар өте көп. Әр персонаж туралы соның несі шығып кетеді. Ұнаған персонаждар бар ма? Историясы. Прямо вот отдельно бір ұнап қалған. Маған Тодо ұнайды. Өзіме сондай ақ көңіл персонаж ғой, күшті персонаж. Келеді айтады, душа компания, любой компанияда отырып алып әңгімелесіп жүр. Біреу ұнамай қалса бетіне айтады. Маған жаңағы мұғалім, пышағы бар мұғалім. Нанами ма? Нанами. Ол өледі. Әдемі. Төбелескені де, жүрісі, сөйлегені, қысқа сөйлейді. Анау кімдерді айту, жас нелерді өлмес үшін өзін нете береді ғой, соғысқа бара береді. Соның несі, линиясы персонаж ұнап қалды. Сосын жаңа балғасы бар қыз ұнап қалды. Нобари ма? Кәдімгідей оның мінез күшті болғызын. Сосын заклинатель бала ұнайды маған. Қандай заклинатель? Аузын сөйлейді. Ол қызықты персонаж шығады. Вот сол неге соңғы төбелесте және қалада келмеді, ол әлде сыртында болды ма ненің?
Ол қалып қояды сыртында Иә. қателеспесем. Оларды көп көрсетпейтін сияқты. Әйтпесе Жалпы ол дәл сол персонажды көп көрсетпейді, ол Иә. екінші деңгейлі второстепенный Иә. персонаж да. Бірақ қызық персонаж. бірінші неде жақсы көрсетті. Бірінші сезонда Иә. жақсы көрінеді. Сосын мен ойлағам сол келіп бірдеңе істейді деп. Ә, Куполдың ішінде болса сөйлеп Иә. анау не деуші еді, лосось Иә. Лосось Онигири деген безобидный несін- сөз. ең безобидный тағы бір айтып балықтарды айтып берді балық Иә. иесі. Күшті. Әйтсе бір сөз айтып қалса ол барлығы бүлінеді ғой ана жерде. Иә. Не бұл туралы тағы айтар болса айтыңдар. Бітті, менің нем тестім бітті. Сұрақ аяқталды. Сұрақ аяқталды. Мен соңғы сезон, соңғы емес, Екінші. жаңа сезон күтіп жүрмін, шығатын сезон. Үшінші сезон. Иә, үшіншісі. Ол қашан шығады? Осы жылы шығады Биыл шығу керек. Біз Иә. есіңде ма? Былтыр жылды қорытындылаған кезде Иә. ол жылдың басында шығады деп айттық, бірақ Сол мен жылдың айтып кетіп тұрмын. қанша 3 ай өтіп кетті әлі 25-те шыққан. шығу керек. Иә, Ол кезде реально мартта сонда бірдеңе деп мен оқығанмын, әлі Иә. шыққан жоқ. Иә, соны айтамын. Март аяқталып қалды. Шығу керек. Сәуір басталып кетті. Иә, күшті. Мен осы 2 ай бұрын көрдім. Бірінші, екіншісін сразу көрдім. Сол кезде ойлағам есімде. Оның тағы бір несі бар. Фильмі бар. Иә, фильмі бар. Полнометражный Ол бір бар. фильмі бар. Иә. Ол қалай, жақсы ма? Досы туралы. Иә, жаңағы гетто Қалай туралы. қалай Мен жаман. обычно оларды бүйтіп біраз күмәнданамын. Жақсы шыққан ба? Кім туралы ғой? Досын- Гетто қалай гетто болған туралы. Неге ол ондай болып кеткен? Иә. Сол. Да. Қызық негізі қарап көріп. Сол қызығы. Айтпақшы неге ол ондай болып кетті? Өзінің Өйткені- идеясы болады Иә. философиялық та. Мен құтқарам әлемді. Иә, адамзат- Жапон анималеріндегі кез келген жаман персонаж сияқты ғой, артында идеясы тұрады. Жаңағы қызды Кім өлтіреді оны негізі? құтқара алмай қалды ғой. Жаңағы неден Мегумедің әкесінен құтқара Иә. сол кезде кіммен біраз Годжо екеуінің арасы. Годжо екеуінің арасында бірдеңе болып Иә, қалды. иә. Иә. Сосын Годжо кім жаман болып кетеді Иә. гетто, кейін бұны Годжоға айтады, сен барып өзіңнің неңді өлтір дейді досыңды. Мгм. Бұл барады да шынымен өлтіреді досын. Негізі Мм. барлығы гетто өліп қалды деп ойлап жүреді. Мгм. Біз сериал басынан бастаған кезде геттоның тірі екеніне бәрі таңғалады, себебі оны баяғыда Годжо өлтіріп тастаған. Мгм. Иә. Ал келеді да, сөйтсе ол шынымен де бұлар уайымдап жүреді. Мә, гетто қайтадан тірілді ма, Годжо Иә, өлтірмеген ба, Годжо не өтірік алдады ма деп сөйтіп Иә, жүрген иә. кезде, оказывается, шынымен өліп қалған, просто Иә, оның иә. денесін. Оның ішінде не? Проклятие дейді. Иә, ма сол? біреу басқарып алған да Иә. денесі. Содан кейін жаңағы Геттоның несі күші кімге ұқсайды? Мегумеге ұқсайды. Өйткені екеуі бір Екеуі әулеттен, сиқыршы. екеуі қателеспесем бір әулеттен. Ол екеуі де бір әулеттен. Жаңағы Фушигуми ма, не сол әулет. Мен білмеймін, қарау керек. Ұқсайды Но ше екеуі екеуі. бір Анау әулеттен. кіммен жаңағы Мегуменің әкесімен төбелескен кезде бір үлкен айдаһар шығарады ғой. Иә, екеуі Сол кезде түсінеді мынаның күші неден көп, мынандай үлкен айдаһарды жеңіп кетеді. Иә. Соған жаңағы сол кезде мен түсінгім екеуінің несі енді күші төбелесу тәсілі бірдей. Иә, иә. Кімде жаңа Мегуменің әкесінің атын ұмыта беремін. Тоджи. Иә. Тоджиде ғана сиқыр емес. Ол сиқыр емес, ол өзін тек қана физикалық дайындықпен. Сосын тек қана андай проклятие оружие деп айтады. Ешкім көрмейтін, ешкім Жаңағы сезіп құрттан ішінен шығарады. Иә, ішінен шығарады. Сондай күші болады. Бірақ ол да сол жаңағы танымал әулеттің өкілі. Ол әулеттегілер тек қана сол өзінің әулеттің несін пайдаланады әлгі. Соның өзінің күшін пайдаланады, ішіне нидзе тәрбиелейді ғой, былайша айтқанда, өздері бір әулеттің ішінде отырып. Содан анау баласын құтқарғысы келеді кім? Жаңағы Тоджи да. Иә. Годжоға содан айтады, мына баламды құтқар деген. Әйтеуір мағына бар, ана Иә. баланы кім Годжо мектепке апарған себебі бір бар. Кімде былай қарасам мынандай сұрақ күші ана төбелесу тәсілі ұнамаған персонаж жоқ па? Ойлану керек. Маған бір түрлі Ұнамаған. көрінген панда деген персонаж бар ғой. Панданың күші менің есімде жоқ әлі. Аю болады ол. Иә, панда білем. Иә, сол аю болады. Михамарумен төбелеседі. Сол кезде ойлаған бір керемет не көрсетсе, бірақ онша ұнаған жоқ. Айтпақшы, пандамен бірге жаңағы куполдың ішіне кіріп алған біреу жүрді ғой, бір жігіт орта жастағы. Бүйтіп қорқақтау. Иә, бәрінен қашып жүреді. Қашып жүреді. Бүйтіп өтірік бүйтіп. Соңында өліп қалады ол, айтпақшы. Ол өліп қалады ма? Иә, оны кім өлтіріп тастайды ғой? Сукуны босап кетеді ғой. Сол өлтіріп тастайды. Айту Жолынан кездесіп қалды. Жолда қырып жүрген кезде өлтіріп. Айтпақшы, маған сол, мен соны туралы айтайын дегем. Маған сол ұнағаны жаңағы екі қыз. Сукуноға жоқ кімге Итодориға Иә, дұрыс. саусақ беріп жүр. Иә, ол құтқарғысы келеді ғой.
иә олардың Сукуноның құдай көреді Сукуно. олардың несі телефон иә сол күшті ұнап қалды. Сол моменті ма? Сол екеуінің линиясы маған ұнап қалды. Екеуі айтып кімді өлтір дейді жаңағы тігілген. Иә. Өйткені біздің жаңағы кімді құртты деп Тодоны. Тодоны құртты. Сонда қандай бэкграунд, қандай Тодо бәрі бір ауылдан шықты ма? Әлде екі кішкентай қызды Тодо құтқарып алды ма? Білмеймін, есімде жоқ. Есімде ме? Bir ауылда екі кішкентай қыз ерекше болады. Иә. Соны Тодо құтқарып алды ма? Иә. Тодо емес, Тодзи. Тодзи. Иә, Тодзи. Ана кімнің әкесі де? Мегуменнің әкесінің. Соны айтып отырсың ғой? Жоқ. Кәдімгі бүйтетін Тодоны айтып отырсың ба? Кәдімгі тігілген. Гетто ғой. Гетто. Иә, Гетто. Бәсе, Гетто. Гетто жаңа екі қызды бірдеңе істеген. Ол Геттоға ғашық болған ол екеуі. Үнемі соның артынан жүрген. Кейін бірақ өлтіріп тастайды, Годзоны өлтіреді, Годжи. Кімді? Геттоны. Сол кезде олар қайтып келген кезде ол өлген екен қайғырады, олар ішінде өлді деп. Бірақ анау қайтып келген кезде оның екеніне сенбейді анау. Гетто екеніне сенбейді. Сосын өлтір деп айтады. Сукунодан не сұрайды? Соны өлтір деп айтады. Кімді? Геттоны қорлап жүр, денесін арқалап, қорлап жүр, содан Геттоның өзін өлтір дейді. Иә, Геттоның өзін өлтір себебі ол біздің баяғы жақсы көретін Геттомызды қорлап жүр. Денесін қорлап жүр дейді да, күшін қорлап жүр дейді. Соны оны өлтір деп айтады. Күшті. Айту маған екеу болғаны, екеуінің бір миссиясы бары. Екеу әйелі болады ғой, қателеспесем. Әйелі болады ма? Иә, әлде мен басқа бірдеңемен шатастырып жүрдім. Ол жайды білмеймін. Екеуі қасында жүреді, не бүйтіп кімді Геттоның Жоқ, қасында. әйел емес, олар өсіп кеткен кішкентай қыздар ғой, ол жерде Геттоның қасында жүреді. құтқарған еді. Мен анау неде Клиноктағы әйел. Иә, Демон Слэйер сонымен шатастырып жүрдім. Ұқсайды кішкене. Бірақ та менің сол ондағаным екеуі аналарды қорықпайды, бірақ та екеуі сезіп тұр анадан, иә? Иә, өліп қалатын. Қаншама екен дірілдеп, терлеп, адам ой біреуі мықты, айту бүйілдікісі келеді. Сол кезде енді сондай бір сахналарды көрген кезде ананың бір күштерін көруге болады. Мысалы, мангака сызған кезде мынаның күші өте үлкен дейді. Бірақ та өзі сөйтіп ойлап табылады. Енді оның күшін көрсету біраз қиын болып кетеді. Беті мысалы, қатты төрешетіндерді керемет сызып тастайды, жазып тастайды. Содан кейін содан 10 есе күштіні ойлап табады, оның күшін көрсету үшін қиын болып кетеді. Сол кезде жаңа сәт бүйтіндерлер ойлап табады. Сол менің ойымша, жаңағы мен осы жерде Сатору Годжиді о басында айтып тастады ғой. Ең күшті адам деп, сиқыршы деп айтып тастады. Содан кейін енді ойлайсың ғой, енді қалай күшті көрейік те бір күшін деп. Ақыры соңына дейін шыдап жатыр. Әлі көрсеткен жоқ Сатору Годжи. Дұрыс көрсеткен жоқ. Әлі көрсеткен жоқ. Бір рет көрсетті. Тек моментпен жаңағы 0,2 секундқа барлығын біткен. Сонысын ғана көрсетті. Оның төбелесі көрсетті, кім метрода үшеуі қарсы шығады. Иә, соны айтып отырмын, осы бір моментті көрсетті, бірақ одан кейін оны жауып қойды. Ары қарай болды, демалыңдар деді. Анау да жақсы, мен де демаламын. Өздерің бірдеңе қылды деді. Кім еді? Джого, сосын жаңағы қанмен ататын. Иә. Сосын тағы бір Гетто ғой, Гетто да болды қасында. Гетто төбелескен жоқ. Иә, ол жаңағы ен дайындап тұрды. Құбыш сияқты ма? Аға бірдеңе тамыр ма сондай. Гүлдер өседі. Мынандай екі көзінен екі тамыр. Гүл өсіретін ғой. Гүл. Сол үшеуі жабылады ғой. Иә, Годжоға. Жаңағы кімнің өзі? Джогоның өзі. Иә. Сол кезде анау қатырып қояды. Иә. Қамап қояды. Сөйтіп нетеді, көрсетеді Годжоның күшін. Ана төртеуі жабылып әрең дегенде қамады деп жатыр ғой енді. Кім қамайды оны есімде жоқ. Кәдімгі Гетто қамайды. Гетто дайындайды. Адовы, тюрьма ма, немде бірдеңе деп мынандай. Ана үшеуі төбелесіп кезде ана бірдеңе. Иә. Дайындап тұрады анау. Сендер маған мында келіңдер мен дейтін. Мықты. Бірақ та жаңағы шашы ақ мен тағы Махито. Ол болған жоқ, иә? Болған жоқ. Басқа жүрген. Как раз кіммен Михамарумен төбелесіп жүрген. Иә. Михамарумен төбелесетін сол ғой айтпақшы. Иә. Сол өлтіреді Михамарумен, иә? Махито өлтіреді. Дұрыс. Сол күшті. Тағы мен соны осы нені подкаст айтқан кезде көп нәрсе есімде болған. Әр сахнада айту бір жалпы сөйлеп айтқан кезде деңгейі өте жоғары екен. Экшнда. Несі ма? Иллюстрациясын айтасың ба? Вообще төбелестері қалай түсі. Мен ойлағам, жаңағы енді One Punch Man'ның өзі ең жақсылған төбелес деп ойлағам. Бұл жерде
более наоборот очень сызған. Мысалы сол есіме түсіп кетті осы жаңағы Сукуна мен Джогоның төбелесі бар ғой. Бүкіл Токионың бір ауданын Иә, бүтін жасайды. Сол төбелесті ана кімге төбелесіне ұқсаттым мен. Ван Панч мен бірінші сезонда ғарыштан біреу келеді ғой, мен ең күштімін деп, бір сол мен төбелесіне ұқсайды екеуі. Ұқсас. Менде нереальный, Иә, сол. миға келмейтін төбелес. Айтпақшы, сол Ван Панч менға біраз уақыт төбелескен сол ғана ғой. Айту, басқасы бәрі уақыт жібермейді ғой. Бірақ анау қанша бірнеше секунд төбелеседі. Иә, біраз төбелеседі. Ван Панч менде бірақта маған бір ұнайтыны, анау бірінші ондық бар ғой, солардың төбелестерін әдейі аз береді, көрсетеді. Жаңа шалдың өзінің төбелесін аз көрсеткен, сосын әлі дұрыс көрсетпей, бірақта өте үлкен екен білдірген анау жасыл қыз бар ғой, ұшып тұратын қыз. Сол 3-ші нөмір ғой дейме? Иә, нөмірлер есіме шығып қалды. Бірақ нені басқарады ғой әлгі? Гравитацияны басқарады. Бүйткен бәрін көтеріп алады. Иә. Соның күші өте көп екен, айту андай нелер бар, фандардың сызғандар бар. Ван Панч мен екеуінің қайсы күшті деген. Екеуі сызып қойған, екеуін. Сосын екеуі біріне қашып қалады деген соң өздерің ойлап тапқан заттар бар. Фанфик болып кете ма? Как обычно. Еске түсіріс. Мен оны өте жақсы көремін, жаңағы Ван Панч. Ван Панч мен. Бірінші, екінші олар кімдер естерің жоқ па? Екіншісі робот. Бірінші номері әлгі бүйтіп жүретін шашы не ғой, ол өмір төбелеспейді. Оны келген көрсетіп төбелес аяқталып қалды ана жерде. Бірінші номер деген сол емес пе? Жоқ. Кинг ба? Иә, Кинг. Кинг ол 3. Солай ма? Анау жасыл қыз, жас қыз ол 2 ғой деймін. Біріншісі, значит, робот. Мүмкін, иә. Айту көрсетпейді, бір робот бар. 2 робот бар, біреуі 9-дың ішінде, екіншісі сол бірінші ғой деймін, нөмір айтайын. Айту әдейі көрсетпеген бірдеңе сол. Кингтің несіне қатқан баяғыдай. Кинг ол келеді, төбелес аяқталып қалды. Сол кімнің арқасында ғой? Иә, төбелес әуре болмайды. Кімнің бүкіл Ван Панч меннің жұмысының несі. Иә. Не істесе де әйтеуір Ван Панч істеп кетеді, содан кейін Кинг жүреді сол жерде. Төбелестен кейін. Оның несін күшті жасаған, мысалы Ван Панч меннің ұрғандардың арқасында жаңағының имиджі шықты ғой, Кингтің. Бірақ та ақыры Ван Панч мен жеңеді ғой, немен, компьютермен. Алам етіп, жынданып, Кинг спокойно екеуі. Қарамағым. Содан кейін, қарағаншысың ба? Иә. Бірінші сезонды қарадым, сосын тасты кеттім. Ұнамады? Ұнайды негізі. Өйткені комедия көп ол жерде. Иә, комедия ол. Пародия ол, комедия. Сол үшін ұнайды. Күшті, біріншісі күлкілі, әрине. Екіншісінде де кей кезде күлкілі заты бар. Анау аты кім еді, шашы ақ. Екіншісінде шығатын бүйткен. Мұтып қалдым. Сол Годжо ұқсайтын аты сияқты. Сондай білдім. Сол бала бәрін ұрып жүр ғой, бүйтіп. Мен ең күштімін де бәрін ұрып жүреді. Сөйтіп жаңа Кингті көріп қалады ғой. Ва, ұшып келген кезде бүйтіп Ван Панч мен жанында жүр. Иә, бала өтіп кетеді, дұрыс еді. Сол кезде ойлайды, мына Кингтің күші сонша ма екен деп қараңызшы. Анасын аяғы бүйткен, аяғы тұрады, мынау кім деп. Айтасы Ван Панч мен солысымен қызықтанамын. Окей, онда біз аяқтадық. Біз кімде жанармен Бизонның боқты нетейік деп ойлағанбыз. Бірақ та менің ойымша жаңағы кімді жарнамалап кетейік. Магическая битва ма? Магическая битваны, сосын Кореяның мақаласын жарнамалап кетейік. Өйткені мен көріп алғаннан кейін мен жарнамалағың келіп тұр ма? Жарнамалағың келіп кетті да. Өткенде бір серия арнаттық қой, соны отырып алып жатыр. Сол, иә, мен түк білмей түсінбей отырдым. Сол жаңағы душный сұрақтар қойып отқан себебім сенбей тұрғанмын бүйтіп. Ал онда деп сөйтіп отқам, жаңағы бізді қонақ мақтаған, мен сол кезде сенбей отқам. Қазір өзім жарнамалағым келіп тұрды. Қалай аталады? Өйткені мықты сол левелинг қазақша қалай болады? Сол білмеймін қазақша. Айту өзінің деңгейін жалғыз көтеру деген. Деңгей жоғарылату деп жоғарылату, иә. Айту маған ұнап қалды. Маған қызық болып тұрғаны, сол мысалы әдетте қалай болады, біреу бүйтіп
паровоз болып шығады да кейін артынан бәрі тартып алып кетеді ғой. Мгм. Бұл жақтікі кәрістердің басқа да танымал Өте дұрыс нелер, анимелер шығады ма шықпай ма деген сұрақ. Өте дұрыс Соған айтасың. ұқсаған Мен соған сол тағы да бір қуанып отқан себеп сол. Өйткені сондай мықты аниме шыққан кезде жаңағы дамуға үлкен себеп береді ғой. Корей анимелер дамып кетеді қазір. Ол дамымау мүмкін емес мынандай анимеден кейін. Сосын сол левелингтегі қызық жер сол кәрістің гильдиялары жеңіліп қалды ғой. Ай, кәріс деппін ғой. Жапонның гильдиялары. Сол әдістеген сияқты. Иә, әдістеген сияқты. Сосын анау Таяқ жеп қашып кетеді ана соңында. ең басында бүйтіп ана кесіп береді ғой. Ана кімді жаңағы главный персонаж бүйтіп екеуі любительский төбесінде бүйтіп кесіп тастайды ғой. Иә. Анаң скорості мықты деп, ана жапондық мұғалімнің скорості мықты. Сол кезде әдейі істеген сияқты. Сол жапондық мұғалім өліп қалды ғой. Ол спокойно өліп қалды ғой неден. Даже төбелесіп көрсеткен жоқ, мүмкін тірі шығар енді, бірақ анау муравей бар ғой, құмырсқадан өліп қалды ғой. Сол екеуі төбелесейін деп жатқанын көрсетпеді де, кейін мына жақта өзінің келе жатқанын көрсетті, ана өліп қалды дейміз ғой демеген. Иә, бұл жерде мен өткенде біз айттық қой, аниме көрмеген анимеде спойлер болса да көріп бастаған кезде ол спойлер мүшесі. Иә, мен спойлер айтып отырмын дұрыс. Спойлер ештеңе етпейді. Біз сөйтіп айтқанбыз, дәл сол рас болып шықты. Сондықтан жандар сен көр. Аты қандай дедіңіз? Соло левелинг. Поднятие уровня в одиночку боршас. Иә. Сен қазір көрген кезде біз айтқан бәрі ұмытып қаласың бәрібір. Сондықтан нормально екен. Өйткені мен мүлде басына бастайсың. өткенде бәрін айтып берді ғой кім? Ардақ. Бүкіл сериясын бәрін айтып берді, мен сұрап алдым, содан кейін басынан көрген кезде бірінші көрген сияқты. Күшті болды. Ал онда аниме де бар екен. Аниме бар. Аниме ғой соны айтып. Мангасы. Жоқ, корейский. Манхвасын оқымадыңыз. Иә, кәрістердің манхвасы негізінде жасалған. Ең әйгілі манхва. Соны бастаған едім. А сен манхва оқыдың ба? Жоқ. Жоқ, оның қазір нелері бар. Манхва оқып көрдің ба? Вебтун ғой ол сол, иә? Қалай? Вебтунде де бар шығар, мен вебтунға жарылып. Мен кітабын көргем тек неде. Меломанда тұрған. Манхва оқымаймын, бірақ мен көп таныстарым оқиды сол. Манганы оқимын мен. Вебтунның ішінде сен жүресің ба? Вебтун кейде оқимын, бірақ вебтун бойынша көбінесе корейский дорамалар түсіреді ғой. Да? Иә. Слабый герой деген мысалға корейский кино бар. Сериал ғой, 8 серия ма сондай. Ол вебтун бойынша түсірілген. Вебтунда біреу сценарий жазады, соны түсіре ма? Иә, негізі корейский дорамалардың көбісі вебтун бойынша түсірілген. Иә, вебтун күшті нәрсе. Маған да өйткені бір-екі жыл бұрын мен бастағам, өзімді де ішінде бірдеңе жазып көргем. Кәдімгі бүкіл дүние жүзінде адамдар жазады, соның іші араласып жүреді, бірдеңенің арқасында әйтеуір біреудің көзіне ілік қалады, содан кейін мүмкіндік беріледі. Күшті нәрсе. Қызық екен, иә. Қазір негізі мангаға қарағанда вебтун қатты дамып жатқан сияқты. Манхва деген. Өйткені көбісінен байқаймын, манхваны көп оқиды. Соның жаңағының арқасында. Сосын тағы бір Қытайдың несі бар, иә? Иә. Манхва дейді оны қытайлар. Ол да өздері сөйтіп айтады ғой. Бір история бар, кітап. Сол манхва ма, сондағы жазылған ғой деймін. Бірсінке деп аталады, иә. Фармацевт қой әлгі. Аниме түсірген китайский. Ол китайский. Жоқ, мен монолог фармацевт күшті аниме Қытай несі бойынша. Қытайлар түсірген. Қытайдың авторы. Қытайдың авторы. Қытай сюжеті, Қытай студиясы. Студияда қателеспесем солай ғой. Мен оны жапондықтар түсірді деп жүрмін ғой. Қытайлар деп? Маған ұнады, күшті аниме. Мен оны бітірген жоқ. Басында 5 мен де басында көрдім, ары қарай түсікті дедім, ары қарай. Түсікті. Көріп шықтың ба жандар? Иә, қызықты. Қызықты ма? Әйтеуір маған жаңағы қыз балалар бас кейіпкер болған ұнайды, бірақ та мен соңынан көрмедім. Сол баяғы мен не болып тұрмын ғой, бала болып тұрмын ғой. Жаңағы сол левелинг төбелес болғандықтан бәрін былай. Иә, бірден екі түнде көріп шықтым. Сізге сол төбелес, экшн сондай. Маған да сондай қызықты негізі. Сондай қызық. Сол үшін мен сол магическая битва, клинок, потом моя геройская академия, сонда. Күшті екен. Ал біздің романтиканы особо көргім келмейді. Біздің жаңағы тест экспериментіміз. Эксперимент шоуымыз. Эксперимент шоуымыз айту болды деп ойлаймын. Ең бастысы көрермендер бірдеңе деп қатысатын несі бар, себеп шықты. Бұл аниме дүкен. Бүгін бізде қонақта болған Жанар. Жанар немен айналысасың?
мен ең соңында сұрайын. Ең соңында, иә. мен офиста жұмыс істеймін. Офиста жұмыс істейсің ба? Офисный работникпін. Сол бос уақытта аниме көресің. Иә, жұмыста Жоқ, көремін. отырып та көре беруге Жоқ, мен жұмыста көремін. Жұмыста көресің. Ертеңгісін жұмысқа келемін де сразу анимені қосамын да отырамын. Ең соңында танысып отырсаң енді. Аниме мен қандай- өмірімде просто от реальности убежать. Сол. Аниме моя мотивация. И плюс жұмыста бос уақыт көп менде просто. Сол үшін мен аниме қараймын. Иә. Ұят емес маған де. Былай кейбір адамға былай түсініксіз естілетін шығар. Аниме өмірдің бір жаман заттардан біраз арылу үшін Иә. жуып шаятын зат сияқты маған, мен үшін. Менде де сондай ой болған бұрын, типа. антидепрессант па? Антидепрессант, иә, кәдімгідей прямо тазарып шығасың. Аниме бар, қандай күшті. Анимені жасаған адамдарға рахмет деп ойлаймын ғой. Иә, Себебі күшті антистресс сияқты, білмеймін. күшті. Солай аяқтадық, сонымен аяқтадық. Осындай әңгімемен аяқтадық. Біз бұл аниме дүкен болған Изи қосымшасынан көріңіздер.